Жиып алып балғын шәкірт достарды, салтанатты сәтке бөлеп жасшанды, мектептердің қоңырауы қағылып, тағы міне білім күні басталды. Осы жолға ұмтылады бүгін жұрт, келешектен асқаралы ұғым көт, азат елдің арманы да осында, азат елдің аңсары да білімді ұлт. Ғасырың бар тоса қояр сынағын, соны егерсең заманыңа ұнадың. Білім күні құтты болсын ағайын, білім күні құтты болсын бүлдіршін. Құрметті ата-аналар және оқушылар, бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде 1 қыркүйек білім күні мерекесі аталып өтуде. Бұл жолы еліміздегі төтенше жағдайға байланысты алғашқы қоңырау салтанатты шарамызды қашықтан атап өтпекшіміз. Демек, мектеп табалдырығын алғаш аттаған балдырғандарымыз сыңғырлаған қоңырау үнімен алғаш рет қашықтан табыспақшы. Салтанатты шарамыздың шымылдығын құттықтаумен ашайық. Ендеше назарымызды экранға аударайық. Бүгінгі алғашқы білім күнімен Ақшұқыр мектеп лицейі ұжымын, осы лицейді басқаратын Қаламқас Қалиқызын білім күнімен құттықтаймын. Алғашқы рет өтіп жатырған алыс қашықтан оқу тәжірибесі сәтті өтсін. Алдағы оқу жылдарыңыз табысты болсын. Биылғы оқу жылында, былтырғы оқу жылында 3 ауысымда осы мектеп лицей оқыған болса, енді осы жылы 2 ауысыммен мектеп жұмыс жасағалы жатыр. Сондықтан да Қаламқас Қалиқызы бұрынғы жетістіктерінің үстіне жетістіктеріңіз еселене түссін. Табысты жыл болсын. Құрметті ата-аналар, алғаш мектеп табалдырығын аттап жатқан 1 сыныптың бүлдіршіндері, баршаңызды биылғы оқу жылындағы білім күнімен құттықтаймын. Мектептің табалдырығын аттап жатқан қадамдарыңызға сәттілік тілеймін. Ата-аналар балаларыңыздың тардай болып кіріп, таудай болып шығып, өздеріне қажетті білім деңгейін Ақшұқыр мектеп лицейінің қабырғасынан алып шығып, үлкен азамат болуларына тілектеспін. Құрметті ата-аналар, биылғы оқу жылындағы алғашқы қоңырауымыз біздің онлайн форматта өтіп отыр. Бұл еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты. Енді басталатын 1 қыркүйектегі сабағымыздың өзде онлайн форматта қашықтан оқу формасында жүргізіледі. Бірақ біз білім министрінің ұйымдастыруменен 1 сынып оқушыларын қашықтан оқытуды онлайн түрінде де, офлайн түрінде де өткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни ата-аналар, сіздердің өздеріңіздің өтініштеріңізбенен, өздеріңіздің қалауларыңызбенен мектеп қабырғасынан біз 12 сыныпты 15 баладан бөліп кезекші сыныптар арқылы ұйымдастыруды бастап жатырмыз. Осы кезекші сыныптар арқылы ұйымдастырудың өзінде де біз санитарлық эпидемиологиялық жағдайлардың барлығын толық ата-ана, мұғалім, оқушы, мектеп болып сақтауымыз керек. Бізге ең басты құндылық баланың денсаулығы. Сондықтан үйде де, мектепте де біз баладан денсаулығына қатты мән беріп, санитарлық талаптардың барлығын ата-ана да, мұғалім де мүлтіксіз орындап, биылғы оқу жылындағы төтенше жағдайға байланысты ұйымдастырылып отырған кезекші сыныптар менен онлайн форматтағы сабақтарды үлкен абыроймен, үлкен жетістікпен алып шығамыз деген мен сіздерге сенім білдіремін. Біз онлайн оқу форматын 4-ші оқу тоқсанында бастадық. Бұл уақытта да сіздердің көптеген көмектеріңізбенен мектептің, мұғалімнің, оқушының, ата-ананың бірлескен жұмысының арқасында 4-ші оқу тоқсанындағы онлайн форматтағы оқыту жүйесін біз ойдағыдай алып шықтық. Енді мінекей биылғы оқу жылындағы басталып отырған осы онлайн форматтағы оқу жүйесінде өте жоғарғы деңгейдегі ұйымшылдықпен алып шығатынымызға сіздерге сенемін. Сондықтан жаңа оқу жылына сәттіліктер тілеймін. Балаларымыздың дені сау болып, өзіне қажетті білім деңгейін
мектеп қабырғасынан алып шығуына тағы да тілектеспін. Құрметті ата-аналар, тағы да білім күні құтты болсын. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, сіздерді ата-аналар атынан 1 қыркүйек білім күнімен, дәстүрлі жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Әлемдік өркениетте бет алған қазақ елінің болашағы білім мен тәрбие алауын жатқан мектеппен тығыз байланысты. Биылғы жылдың ерекшелігі балалар мектеп қабырғасында емес, өз үйінде, өз шаңырағында бастағалы отыр. Бұл дегеніміз мұғалім мен мектеп пен ата-ананың екі жақты байланыстың өзара тығыз байланысқа түсетіні анық. Осы орайда Алтын ұя мектептің білім қазығы мұғалімнің қадірін біз ата-аналар есімізге еселеп түсіретініміз анық. Абай атамыз айтқандай, адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі деген екен. Сондықтан балаларымыздың білім жинауға қашанда асығып, болашақта озық ойлы, тәуелсіз еліміздің игілігі үшін еңбек ететін, ел кәдесіне жарататын, өрелі азамат болып жетілуіне тілектеспін. Бүгінгі таңдағы әлемді шарпыған індет елімізді айналып өтпеді. Осыған байланысты жоғарыда айтылғандай, 1 сынып қадам басқан балаларымыздың мектеп табалдырығын аттау сәті де кейінге шегеріліп отыр. Бұл қиын кезеңді де біз ата-аналар мектеп мұғалімдермен бірлесе отырып өткізетініміз анық. Осы орайда мектеп ұжымына, ата-аналарға баланы тұлға ету жолындағы ерен еңбегіңіз, асыл еңбегіңіздің жемісін көруге тілектеспін. Бүгінгі білім күні мерекесі құтты болсын. Мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған жас бүлдіршіндер, қадамдарыңыз құтты болсын. Тарыдай болып кіріп, таудай азамат, білімді азамат болып шығуларыңызға тілектеспін. Сайын елді мекеніне көшіп келуіме байланысты, мен де 2 немеремді осы Ақшұқыр мектеп лицейіне орналастық. Өзім де 40 жыл бастауыш сынып мұғалім болып жұмыс жасадым. Енді құрметті ата-аналар, ұстаздар, біздің алдымызда үлкен жүк тұр. Мынау елімізге келген қиыншылық індетке байланысты қашықтан оқыту сізге де, мұғалімдерге де жеңіл болып тұрған жоқ. Сондықтан осы қиындықты бірлесіп жеңеміз деп ойлаймын. Тағы да мереке құтты болсын, балаларымыздың қадамы құтты болсын, сәт сапар барлығымызға сәттілік тілеймін. Құрметті ұстаздар қауымы, оқушылар, ата-аналар, сіздерді бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы балаларымызға жақсы жыл болсын. Жаңа оқу жылында бұрын соңды балаларымыз мектеп табалдырығында бір-бірін көріп мәре-сәре болып қарсы алатын, ендігі міне қазіргі елімізге төнген індетке байланысты үйде оқуына, яғни қашықтықтан оқуына тура келіп отыр. Сол себепті ата-ана болып, ұстаз болып балаларымызға барынша білім алуына көмектесіп, осы қауіпті індетті еңсереміз деген ойдамын. Келесі жылы, яғни келесі жылғы білім күнінде балаларымыз мектеп табалдырығына қайта оралып, бір-бірін амандықта көруіне тілектеспін. Өткен дәуір, көрсең дөмір бұрқағын, талай мәрте жеңіс жырын шырқадың, білім жолға бет түзеді міненді, санасы да, ойы да зат ұрпағың. Бүгінгі салтанатты шараның басты кейіпкерлері, көңілдері ақ, жүректері пәк, бүгін мектеп табалдырығын аттап, білім әлеміне қадам басқан балғын бүлдіршіндеріміз. Кезекті 1 сыныптың балдырғандарына берейік. Сәлем саған мектебім, алғыстарым көп менің, оқу, білім, тәрбие, ой саныма еккерін, қуаныш бүгін мереке, шуағын шашып тұр әлем, мектепке келген алғашқа, жан досым саған, ман сәлем. Міне бойымыз, өсті міне ойымыз, қуанышқа ортақпыз, құтты болсын тойымыз. Отанның біз ұл қызы, халықтың біз жұлдызы, оқимыз ақын жырларын, оқимыз еңбек сырларын.
жиып алып алған жапқыр достарды, салтанат сәтте ойын жасанды. Мектептердің қоңырауын қағып, тағы міне білім күні басталды. Сыңғырлы үнге жас балдырған тамсанды, ата-ана осы күнді аңсады. Қол жеткізген жетістіктерге еніп, келешекке жоспарларда жол салды. Қиындықтан өтуге, армандарға жетуге, білім алам елінде, елге қызмет етуге. Білім менің ертегім, өсу үшін өркені, сен оқу айдында жайып білім желкенім. Шырылдаған тыным алмай, қоңыр ауылын үні қандай, мақсатына жетер адам оқу оқып білім алған. Жарайсыңдар бүлдіршіндер, өнерлерің үстем болсын. Олай болса, келесі кезекті музыкалық сәлемдемеге берейік. Ол қызым деп, ана ұйқысы саңғашты. Бесік тербеп, күн мен түні алмасты. Солар үшін алдағы үлкен өмірдің соғылады қоңырауы алғашқы. Басталғанда білім жолдың асқары, қадамдарын үлкендер де қостады. Олар үшін соғылса алғаш қоңырау, сол қоңырау келешектің бастауы. Бүгінгі салтанатты жиынның алғашқы қоңырауын соғу құрметі білім әлеміне алғаш қадам басқан бірінші сынып оқушылары Зұлпухар Айсұлу мен Махамбет Диасқа ұсынылады. Hey, 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 сыңғырлап
Сыңғырлаған қоңырау үнімен алғаш мектеп табалдырығын аттағалы тұрған 1-ші сынып оқушыларын тағы да білім күнімен құттықтаймыз. Осымен 1-ші қыркүйек білім күніне арналған салтанатты шарамыз өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.